Құрметті оқушылар, біз өткен сабақта ертұран кейін талқылап жұмыс жасап қойған болатынбыз. Енді соның бүгін нәтижесін көрсетеміз. Арасында домбырадан даруга ойнайды. Даруга ма? Соны мен ойнап тұрамын. Сендерге ритмді мен беріп тұрамын. Өздерің өз партияларында ойнап шығасыңдар. Екінші дауыс бізде Жаннұр, Айша, бірінші дауыс Назерке мен Қарман. Кеттік. Басында сөз айтатын жер бала жоқ, енді сөз айтпайсыңдар, тоқтамайсыңдар, соңында да тоқтамайсыңдар, кәдімгі текст бойынша ойнап кетеміз. Кеттік. Әлде де жұмыс жасау керек, Жандар, соңында қоғыз ойнайтын жер бар ғой, сендердің мелодияларын сол жерде тұсамай айтсың, жаңа кезде тұсамай. Мен барабан тоқтатқан кезде сен мелодияға түспеді. Кеттік, домбырашылардың мелодиясы бар ғой, мен жаңа дарбукан қойған кездегі жерше, соның алдында бір такты рені аламыз. Ре, 4 рет, Кеттік бірге. Кеттік, Жаннұр, соңын мән бер. 1, 2, 3.
Жа, жай, деген, жай. Кеттік, бұл жермен ойнайықшы. Трам-та-та, кеттік бір. Ля. И. Постепенно ұшымыз. Басынан бастап тағы бір нақты көреміз ба? Жарық па? Ана біріншісін алмасам? Или мені алмасын ба? Жөңі сол бермеш. Жүріп жүрсекші. Басынан бастап қателіксіз түсіндіңдер ғой, я? Қай жер түсініксіз болады? Түсінікті ғой, я? Енді нюанспен істейміз. Нюанс не екенін білесіңдер ма? Форте, пиано, я? Музыкалық элементтермен бірге жұмыс жасаймыз. Басында жай бастайсыңдар, одан кейін дауысын көтересіңдер. Сағасында қатты ойнайсыңдар, кейін орта болған кезде жай. Кеттік. Мелодияда, домбыраның мелодиясы бар ғой, соль, сол жерде дауыстарын шығарыңдар. Кеттік. бір дыбысты алсай, сен екеуін екі шекпен ойнатсын. Бір дыбысты ал.
соны тарт. Болды. Тартқан. Болды. Кәнт кет. Бірен ойнайсың тартып. Түсіріс ба? Түсіре берем. Кет. 1, 2, 3. Ойнама. 4 рет ре береді осан. Bir tak. Одан кейін бар ойын қосасыз. Кеттік. Енді қысқа емес сос. Тез. Бақма, бірақ сос. Деп атқанда сен түсу керексің. Әрбір нотаға мақма. Кеттік. 1, 4 рет кән. 1 такт алдым. 1, қобыздың дауысы фальш. Бақма, ол жерін әлі реттеу керек. Сол кезде оны қобызбен ойнаймыз бір күн. Кеттік, келерсіз. Аяқта отыр. Түсірейін. Ал. Грамматикалық гамма қыздар. Оң қол сол қолды реттейміз. Сосын барып әндерімді, күйлерімді бір көріп. Кән айласам дейді. Шетке болма. Көріп алса. Қолымды көрейік. Дайынбыз ба? Бір қалыпты ойнаймыз. Санап саусақтарының әдеміліктеріне мән бермей. 1, 2, 3. арқаны тікістап, басты көтеріміз, көздің қиығымен қараймыз домбыраға. Үңіліп қараудың қажы жоқ, айныз не қалдыр.
Tart, tart, tart. Tart. Sen yakalım. Soğuk. Kettik. Yerke abay. Biz өткен сабақтың бәрін қайталап жатырмыз, қамаш үшін. Алда көп дем алдыңдар. Сол себепті өтілген әндерден бастаймыз. Бәрін басынан бастап, бәрін еркемай ән бірдеміз. Бір, екі, сөзін білеміз ба? Иә. Давай, сөзін айтамыз. Өмірдің бөлімізді. Кеттік бірге. Зеңгір көктен нұрын төккен орнақ біздің үйіміз жайнап өскен жайдара кеткен біз өмірдің гүліміз. Шатаспаймыз, бірімізді тыңдаймыз, Кеттік, одан кейін біз күй өттік, көксерек күйіне бірге асықпаймыз, бірімізді тыңдаймыз. Қателікті жіберіп алсаңдар, қайталамай жалғастырып кетеміз. Жарай ма? Кеттік бірге. 1, 2, 3. Келесі біз халық күйі, жастар күйін өттік, Оның берілген жерген өттік, Жастар күйі. Асықпаймыз.
ойымыз. Кеттік бірге. Arasında vakti boz ustama. Mi 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 fa mi re mi. İyi. Жарайсыңдар қыздар. Өткен сабақты, өткен әндерді, күйлерді қайталап жүреміз. Және осы бүгінгі өтілген жаңа сабақты үйде қайталаймыз. Келесі сабақта жалғасын өтеміз. Ал құрметті оқушылар, қазір сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамастан бұрын қазір өзімізді былайша айтқанда кішкене дайындық жасап, разминка жасап, өзімізді оятып аламыз. Қазір жеке-жеке бәріміз дұрыс демалуды білеміз ғой. Дұрыс демалған кезде мұрнымызбен ішімізге диафрагмаға ауа жинаймыз да, посылмен, дауыстың күшімен «Хей!» деп айқайлап шығарамыз алға қарай. Түсіндік қой. Қазір жеке-жеке көріп шығамыз. Бірінші іңкәрден бастаймыз. Дайынсың ғой. Қолды екі жаға шығарамыз. Асанған түзу ұстаймыз. Ешкімге қарамаймыз. Ішке дем аламыз. Іңкәр ғана істейді. Түсіндік қой. Ішке дем аламыз. Менің қолымның командасымен жаңағыдай дауысты қатты шығарамыз. Сен де жарғыласпайсыңдар. Түсіндік қой. Дайынсың ба? Дауыс қатты шығаруға тырысамыз. Хей! Қатты шығарамыз. Хей деп атсың, олай емес. Айқайлап берсін. Хей! Хорошо? Хей! Тырысамыз, балдар түсінемін ғой. Қолымыздан келмеуі мүмкін, бірақ естейміз. Тырысамыз, жасауға тырысамыз. Кетіп ұмтыламыз. Дайынсың ба? Терең дем аламыз. Прям көп болайықшы. Кет. Хей! Кет. Ілиястан бастаймыз. То есть жалғастырамыз. Дайынсың ба? Кет. Мұрнымен ішімізге көп дем аламыз. Кет. Ей! Болады өкші. Басына шартса. Кет. Ішке аламыз. Кет. Аламыз. Ей! Көргенім. Кеттік. Аламыз. Хей! О. Хей! Назым кет. Үзу тұрамыз. Ішке аламыз. Хей! Тағы. Хей! Алла тез. Кәм общий бірге бәріміз. Кет. Хей! Алла. О, енді әдем шықты мені. Бірге тұрмай әдірегесіндер де. Так, кет. Эмоцияға көшеміз. Бәріміз білеміз ғой эмоция не екен, не ол эмоция деген? Түр арқылы немізді білдіреміз? Эмоция ғой енді, немізді білдіреміз? Өзіміздің көңіл күйімізді, мінезімізді білдіреміз, Эмоция қандай түрлері бар? Күлу, ашулану. Күлеміз, ашуланамыз, жынданамыз, қуанамыз, ренжіп қаламыз. Көп түрі. Осы жәнді, осыдан басқа да тағы эмоциялардың барлығын қазір шығасыңдаршы дауыстан. Не шығармай дауыстан? Ұйқыларың кеп тұр ма? Алдар сабағымен үйірменің басты мақсаты сендерді ашуымыз керек. Айтқыларың кеп тұрған нәрсе шығарсыңдаршы дауыстан. Сендер актерсыңдар.
соншалық бір андай зритель сияқтысыңдар. Қоя беріңізші деп жүрмін. Актерсыңдар ғой. Я, ағай көрсетеміз. Бұңыз жетеді десей кәдімгі. Шын атылып тұру керек қадам деген. Жай. Кет, дайынбыз ба? Дайынбыз ба? Иә. Вы готовы? Да. Кет. Балдар қыспаймыз, хорошо? Бастаймыз. Қыспаймыз. Қысылмай жасаймыз. Сосын бір-бірімізге маған қарамаймыз. Мен қазір күлеміз дедім ба? Значит, не істейміз? Жан-жағымызда адамға, камераға, маған қарамай, просто рөлге кіреміз да, бір нәрсені елестетеміз да, и күлеміз, болды. Хорошо? Күліп атып, Назым қалай істеп отыр, Іңкәр қалай істеп отыр, деген нәрсе болмау керек. Күлетін нәрсе емес, болмау керек. Түсінікті ма? Кет, дайындаламыз. Кет, бәріміз эмоция бастаймыз. Бірінші эмоция күлкі. Кет. Шығарып күлеміз дауысымыздан. Шығарамыз. Кет, күлеміз. Тағы. Стоп деген жоқпын, давайте. Күлеміз, ешкімге қарамаңдар. Давай. Қарқылдап күлеміз, ке? Тағы шығарамыз, кет. Давай, шығарамыз, ке? Стоп деген жоқпын, давай, күлеміз. Болды, стоп. Кет, бәріміз қуанамыз енді, кет, қуанамыз. Бір нәрсеге қуанамыз, кет. Маған қарамаймыз, мен не айттым қазір? Қарамай ешкімге, маған, нәға, ешкімге қарамаймыз. Біз сендердің жауларымыз, не аласыңдар? Біз аяқтан жаулай береміз, сендер бізге қарамаймыз. Ер тұр, давай. Кет, дайындаламыз. Екінші эмоция, қуаныш, кет, қуанамыз. Қуанамыз. Қарама, көркем, не айттым мен қазір? Ешкімге қарамайды. Кет, әркім өз алдында істесін, давай. Қуанамыз, кет. Қуанамыз, тарта. Шығар, іңкәр қысылып атсың кішкене. Қуанамыз, қарама. Мен стоп демейінше тоқтамаймыз, хорошо? Мен беттеріне қарап тұра берем әдейі сындыру үшін. Сендер қарамаңдар оған. Сынып қалмаңдар ол нәрсеге. Бақма? Кет, қуанышта қуанамыз. Міне бір подаркыма берді, iPhone 15 берді. Не істейсіңдер? Қуанасыңдар ма? Кет. Міне, мына сендерге. Ага, шығарамыз. Актер. Кет, бәріміз ренжіп боламыз. Күліп тұрсын, как оңай тұрсыңыз. Ренжіп қал. Қыз басымыз. Ренжиміз. Мен прям сеніп қалдым керек қой сен ренжігендерге. Ренжиміз. Стоп, шығамыз рөлі. Кет. Бәрімізден арама олайықшы, арам ойы бар, жаман ойы бар адамдар болады ғой. Қазір анам барып тұрсын шапса, қазір анам есін ақ кетсем, анасын пайдалансам, взгляттар болады ғой, ә? Кеттік, солай жасаймыз, кеттік. Арамды жасаймыз. Кімге? Не ғотсың, түгесің. Кет. Дұрыс істей берсін, рөл ғой. Шылай емес. Кет, арама, олайшы, арама. Алаяқ дейді, ондайлар не дейді? Взгляд керіп қара. Дейміз да шығамыз рөлді. Кеттік. Бәріміз шылаймыз. Алдар, андай сыртымыздан емес, шын мен кәдімгі жылау. Демесең де главный, қарап тұр көзінен жас шыққаны керек маған ше. Мақыл дауыс шығарып жылай бер, бірақ жас шыққаны керек. Ертең мысалы бір спектакль ойнап, ертең киномызда да жылайтын момент болып қалса, жылай алсаң да вообще күшті өздері. Хорошо? Кеттік. Бәріміз жылаймыз. Эмоция жылау. Жай ғана рөл, эмоция, кеттік. Елестетеміз. Түрді жаппаймыз көбінесе. Түрді жаба бермейміз, көп ұстамаймыз қолымызбен. Түрді жаппайды, былай жылай беруге болады ғой арасында. Кеттік.
Жылаймыз. Стоп, рөлден шығамыз. Сразу стоп дегенде рөлден шығып кетіп отырыңдар, қап кетпесін. Тұрамыз орнымыздан, ешкім отыр деген жоқ сендер. Кет. Эмоция, қорқыныш кетті, қорқамыз. Бір нәрседен қорқамыз. Ал артында бар емес бар. Қорқамыз. Қорқса бір нәрседен. Неден қорқу мүмкін? Түн қараңғы ішінде ит келеді алдыңнан. Дәу істейсіңдер. Кәдімгі тісіне сілекей алып тұр, істейсіңдер. Давай, қорқамыз. Қарамай ешкімге. Стоп, тоқта, жинал. Ілияс, ол қорққаның жақсы, бірақ балдар, маған мынау бет жүз керек, мынау бет жүздерің бар ғой қорққан. Бүйтіп перде артына тығылып қалған керек емес, маған не істеп жатқанын кім біледі артында? Адамның бет жүзі міне. Балдар, любой нәрсе бет жүзбен жасайсыңдар. Күлсек те, ашулансақ та, бәрін бет жүзбен жасаймыз. Қорықсақ та, маған мынау түрлерің керек та, эмоция, көңіл күй. Қуанып тұрған, күліп тұрған, ренжіп тұрған, жиіркеніп тұрған түрмен міне адамның бет жүзі бар ғой, лицо, фейс. Осы нәрсе керек маған. Жауып бүйтіп жатсыңдар да балдар, ол дұрыс. Сөйтіп істеген адам солай болады, бірақ маған сабақта бет жүздің ойнаған керек, основной 90-95%. Түсіндік па? Сол үшін артына кете бермейміз. Сосын тырысып жатсың, бірақ маған қарап қалатсың, ұялып қалатсың, сәл кіре алмай қаласың, бірақ тырысу керек, істеу керек. Егер сен осыны істей алсаң, ертең сен көп рөл ойнауға мүмкіндігің бар. Мен ертең бір главный рөл жазамын да балдар. Мысалға да, ол жылайтын рөл болып қалады да, қорқатын рөл. Екі қыз ойнатып көрші. Жылай алмай жатыр, сен жылап көрші. Жақсы жылайды екен. Рөлді осыған берейік дей салуы мүмкін. Сосын осыған ұқсас жағдайлар өте көп болады. Сол үшін балдар қолыңнан келмейді деген нәрсені алып тастау керек. Көп шанстан айтып қаласыңдар. Түсіндік па қыздар, жігіттер? Сол үшін давайте жасаймыз. Бұл маған керегі жоқ, өздерің үшін. Кет, қорқынышты басынан жасаймыз. Артқа кетпей қойшы, асынан біреуді тұрмақ қорқа берекші. Қорқа беріп, ол осы жерде. Хорошо? Артқа кетсек те қатты кетпей қойшы, қиратқа. Қал жер қой. Так, дайындаламыз, болды, внимание бөлмейміз. Зейінді бөлмейміз, кет. Дайындаламыз, түсіндік қой, балдар. Осы бойынша нәтиже шығарамыз, результат. Кет. Келесі эмоция, қорқыныш, страх. Страх, қорқыныш. Бір нәрсе көзімізге елестетеміз, зомбима келеді. Қорқамыз. Көз алдымызға елестетеміз, елестете білеміз, балдар. Стивер, әдем. Тоқтама. Стивер, стоп деген жоқ. Сырттан қарап тұрмашы. Стоп, 40 градус суық жаураймыз. Кім қалай жаурайды? Ерекше жаурайықшы балдар. Мұрнымыздан су ағып, аяғымыз суық, денеміз суық, отырып қаламыз, жаңағыдай жылынып жатырмыз, айтып, жаңағыдай не таппай жүрміз, давай кетіп жасаймыз. Суық не істейсіңдер ал? Суық. 45 градус суық кетті. Вообще сен рядом жоқ. Антоний. Су жоқ. Көлеңке жоқ. Қыстық шілдеде жүр. Бас айналып барады. Тер су болады. Жасаймыз. Ыстық күн. Тамақ жабысып барады. Ыстық күн елестетен. Вот. Көрген ғарышын ағаш кетті. Бір қатарға тұрамыз. Ал? Болды. Кеттік. Бәріміз соқыр адам рөліне кіреміз. Қатты алды кетіп қоймаймыз. Шымен кәм, соқыр адам сендіреміз бізді. Соқыр адам бұл ойнау керек.
қиян маған қарап жатсыңдар, дұрыс емес ол. Значит, рөлге кірмедім деген сөз. Қарама, мән бермеймін, мен жоқ деп ойлайсың. Стоп. Болды, болмағанымыз. Давайте, былай істейік. Бір үш орындық па наяқ қойық та отырайық, бір адам қалсын екен. Жылдан балдаққа кеш болып қалады, жылдан уақытымыздан өтейік. Кеп, мен жаныма нерге отырып, былай қарап отырып. Болды, Ілияс, орындық бар. Сен бастайсың. Құдая, яки. Сәл бер жақындағын саған отыра кеттім. Тұр. Көркем, былай қойш, бұрыш былай. Сен айырға отыр. Артыр, кішкене артқа тұр. Так. Кеттік. Бәріміз білмей бір қауымыз. Коллективпіз ба, бір ауылын тұрғынымыз ба. Давайте. Сен қолында прям бір чемодан косметика бар. Осын сатып өткізу керек болса, ақшаң шығару керек. Кезінде қыз балып ала салдым да, үстінен ақша көремін, сатамай қалдым ғой. Біздің ауылға келіп тұрсын, мен қаладан келген, осылай косметика сататын, осылай кәсіпкермін деп реклама жасайсың ғой. Сөйлейсің кәдімгі. Хорошо? Балдар, бұл жерде дайын сөз жоқ, дайын текст жоқ. Сендердің кәдімгі фантазияларың да, актерлік шеберліктерің де, и кәдімгі сөз сөйлеулерің бәрі қамтылады бұл жерде. Прямо пысы қандай. Бірақ сенің косметикаң мықты емес та? Как обычно косметика. Бірақ кәдімгі, ой, мировой номер 1 косметика болса мақтайсың ғой. Біреуіміз апамыз, біреуіміз ата, біреуіміз жаңағыдай үлкен әйеліміз, біреу жаңағыдай әпшеміз. Алдап алып отырсың ауылдың адамдарды. Одан андай әпше қараңызшы, мына келші көріңізші деп, білмеймін қалай істейсің. Әйтеуір сөйлейсің қарай. Бірақ асығып сөйлеп түсініксіз қылып жібермей, кәдімгі спокойно сөйлей бер. Көргесін ондай адамдарда, сондай сияқтысың. Көп көрдім базарда. Түсіндің ғой, кәм келіп, саламатсыздар ма, осылай дедім, чемоданды ашып, қасыңыз орынды қойып қой, міне қараңыздар. Мынау туш, мынау мынандай аттар бар, косметика. Мақтасай. Кетіп бастыңыз. Сәлеметсіздер, қарсаңыздаршы, мен деген кеше Кореяға барып, оригинал номер 1 деген косметиканы аладым. Сендер де ойнатып отырасың, қыздар. Өте қараңыздаршы, Шанель панельде 10 есе артық қой. Бетті жаққан кезінде әжім-пәжім бәрі кетеді ғой. Бүкіл кірпіктеріңізге ше бүкіл нәрсе асылған. Қараңызшы, өте күшті туш бар ғой. Мен кезінде 10 мыңға сатқам сізге. Қойсаңдар да болады кәм ойнатып. Қояңыздар. Көкелеріңізде жүрген бүкіл сияқты қойсаңдар. Ата Кореядан алып келдім. Өте оригинал алсаңыздар болады. Қараңыз не. Документі бар ма? Я документ, сертификат бәрі бар, көрсеңіздер болады. Өзім өте күшті ағай. Алсаңыз өкінбейсіз. Естеймін косметиканы, қойшы мен қыздарға берме. Жоқ, алсаңыз шағын өкінбейсіз, менен алсаңыз. Аяқташы өте қымбатты сатады үшін олардікі. Самопал бір нәрсе ғой, мен оригинал ағай. Алсаңыз өкінбейсіз. Әйеліңізге маған қызыңызға апарып бересіз ағай. Өте күшті деймін ағай. Жоқ, өкінбейсіз. Жоқ, ағай, алсаңызшы. Алсаңызшы, мен қарасаңыз. Қыздар арасында алсаңдаршы, қыздар, не отырсың? Мен қарасаңыздар күшті румяналар көрді, қып-қызыл болып қалады беріңіз. Мен алсаңызшы ағай. Өте күшті деймін ағай, өкінбейсіз. Атак оригинал мынау деген. Каспилет бар ма? Бүкіл бар, Каспилет, Каспигот, қалпанға дейін бар ағай. Бүкіл сатқам кезінде ше, сіздерге өзім әкеп жатырмын ше. Арзан қылып әкеп жатырмын ағай. Қойшы мынаған жаңа қыздар сөйлемес болды. Аласыздар ма? Қараңыздаршы, өте күшті деймін. Алсаңыздаршы, мен өкінбейсіздер ше. Мен сіздерге Тағы не бар? Басқа нәрсе таныстыршы айналайын. Бір нәрсе таныстыра көрейін. Кірпіктеріңіз ұзын болып кетеді. Мынау келер кірпіктеріңіз қайырып жібересіздер, түшпен бояп жүрсеңіздер, одан да кетеді. Мына румяна беттеріңізді жағастыр, қып-қызыл, өте күшті. Помада міне, қып-қызыл еріндеріңіз, шиелдің еріндей болады ағай. Алсаңызшы ағай, бүгінбейсіз деймін мен сізге. Қыздар тұман бере берген, салыңдар қыздар. Крем бар ағай. Әжіміңіздің бәрін алып жасатады 10 жасқа ағай. Алсаңызшы өте күшті деймін ағай. Тоналка міне қандай тоналка, бүкіл бар, бейби крем міне, бүкіл міне, қойшы. Күшті өте күшті деген. Әжімді алатын 10 есе жасатады мен гарантия бере аламын ше. Бағасы да өте қолайлы кремдер ғой мынау. Ар жақта 10 есеге сатып жатса мен 10 есеге арзан қылып беремін ше. Кремі оригинал болады. Алыстыр ма ағай? Крем бар сізге. Сіздің жасыңызға. Ағызға көп керек сияқты. Алсаңыздаршы, Каспилет, Каспигот бүкіл бар. Айлыққа бересің ба? 24 айға төлеп беремін. Жоқ, айлық келсін да бізге, айлық түссін ба? Қарызға ма? Қарызға, конечно. Бермейді бізде Каспигот. Көріңізші ағай. Қызым көрсейін. Я маған келе. Көрсетсіңіз жас қыздарға. Көріңізші не болып тұр бұл? Келіңізші
көріңізші мен сізге. Ойнатамыз де. Бетіңізге Сендер ойнақсыңдар. күшті қылып жағып беремін, мына крем деген бар ғой. Алсаңыз өкінбейсіз, айтып отырмын ғой. Мен деген. Міне әдемі болып шықты. Алсай айналайын. Алсаңызшы, міне құйып қойғанда сізге апша қараңызшы, бетіңізге күшті болып тұрасыз ба? Жас кезде аманда қашан аласыңдар, алыңдар давай теңіз. 10 теңге. Ей, қой айналайын. Салима магазиннен 500 теңгеден алып Бұл қой. 7000 теңгенің кремі ғой. Қой, сатсаңдар қыздарға сата бер. Бұл ауылдағы қазір көп білмейтін шығар, мен Кореядан алып келемін. Кореяда бұл крем 23 мың теңге тұрады. Мен сіздерге 10 теңгеге сатып беріп жатырмын, білесіздер ма? Әжім, беттен үгіліп бәрін қырып тастайды. Алыңызшы, өтініш. Мен сіздерге ше, өзім айтып тұрмын, Кореядан алып келіп тұрмын. Документ бәрі бар ше. 24 айға бөліп төлеу деп жатыр. Алсаңыздар, өкінбейсіздер, менен алсаңыздар, мен бүкіл ауылдан еді ғой, мен ше, косметика номер 1 сатамын ғой, мен деген ешқандай шатпаймын мен ондай. Беттеріңіз құрылып кетеді деген ондай жоқ ағай. Ол әрқайсысын бір-бір сап бер, мына қыздарға өзім алдыртып беріп әкелдім. Қыз емеспін ғой. Крем ғой сізге. Болды айналайын. Жақсы сатады екенсің, рахмет. Соны саудагер ғой. Қояды, ә? Сауда істегенсің ба? Сен тамағың ұрып тұр дейм, Давай, біреу үшін кеттік көрген. Сен ба шаңды қоймай айтқан, давай. Давай, шықса? Әкәр, ойынды қойып көрген. Давай, күліп, делай край. Давай, іләс кеттік. Осылайын көрген үшін. Жоқ. Ал, құрметті балдар, қазір біз импровизациялық көріністер ойнаймыз. Яғни қазір мен кез келген бір жағдай айтам, кез келген бір көріністі айтам, сендер қазір соны импровизациямен ойнап алып шығу керексіңдер. Түсінікті ғой? Бір дайын сөз берілмейді, дайын текст берілмейді, дайын мизансцена бүйтіп орындарын қойылмайды. Өзім примерно жаңағыдай тақырыпты берем, жаңағы сюжетті түсіндірем, ары қарай өздерің ойнатып алып шығасыңдар. Хорошо? Түсінікті ма? Давайте-ка енді Ілияс ортаға шығамын деп бастапты. Енді сендерден де сұрайыншы, кішкене миларың қозғалтыңдар. Не көрініс береміз? Қандай ойнасын? Қандай айтсаңдаршы болдар. Ай, мынаны ойнасын, мынаны істесін. Айтып көріңдер. Осы тағы бір қасына бір адам шықсын, ойнатайық. Давайте былай жасайық онда. Мектептегі бұзық оқушының рөлін сомдап берсін. Бұзық оқушының? Иә. Бұзық, сабаққа қатыспайды. Мұғалімдердің тілі мен жағына сүйеніп отырады. Иә, сондай бір рөлді сомдап бер, жарай ма? Ал, қане? Назым. Көркен бұл? Іңкәр мұғалім. Так. Бұлай жасаймыз. Мына бала әбден бұзықтық істеп, сенің алдында тұр. Кәдімгідей мынандай бұзықтық істегенсің деп ұрсасың, өткенде де айттық деп айтыр. Ұрсып тәрбиелейсің ғой. Сөйтіп, біреуің мамасы болып келіңдер, иә? Көркен мамасы болып келеді. Бірақ сен де бәле қорсында балаңды ақтап шығасың ғой. Түсіндің ғой? Праванша. Сондайлар бар ғой, қазір көйіп кеткен. Сондайлардың біреуі боласың ғой. Түсіндің, сен мұғалімсің, кәдімгі ұрсу керексің. Неме бәле оға деп кәдімгі класс жетекшісі. Өткенде де анау позор шығардыңдар ғой деген сияқты ұрсады ғой. Қайтып шығардың ұмытып қаптың шешем, бұл мектепті. Сөйтіп ұрсасыңдар. Түсінді ма? Кеттік бастап. Бастап ұрса бер, тұр орнынан деп. Тұр орнынан. Ана өзінде позорымызды шығардың ғой, не істеп жүрсің, а? Ана неғып балаңның көзін көгертесің? Қолын жинап тұрса, бүйтіп сүмірейіп тұр, Ілияс. Мұғалім болып ұрса бер, уверенно тұр, сенімді тұрдың, ка? Оны айта бер, болды. А? Ана күнде не қылдың? Бір баланың көзін көгерттің. Не, директорға барғың келіп тұр ма? Бір нәрсе айта бер. Әртүрлі бұзықтық айта берсе ойда шығар. Терезе сындырды, адам бүйтті, ақша жинамады, ұрладың. Күлмейміз, рөлге кіру керек қыздар. Жүре берсеңдер, қашан үйренеміз? Давайте кет. Анау күнде терезені сындырдың. Анау күні біреу баланың ақшасын ұрлап кетіпсің. Мамасы маған жалғы жасады.
Не қыласың, а? Маманың шақырамын Ілияс, сен де сөйлей берсең болады. Мен оны ұрған жоқпын, андай дейді. Сен де сөйлей бер, мақұл ма? Апай өзі ғой жаңа бірінші тиіске мен өзім бастаған жоқпын деген сияқты айтып. Мен оны ұрлаған жоқпын, тауып алдым деп. Андай өтірік сылтауратасың да, мақұл ма, Ілияс? Сондай нәрсе. Кеттік. іңкәр тағы бір сөзбен ұрыссаң соған жауап Давай қайтарады. балалар, сөйлейміз. Тағы бір сөз айт, сындырдың деп, терезені сындырдың деп айта берсе. Анау күнде терезе сындырдың. Мен емес бір бала келді. Бір баламен бірге ойнап отқан кезде басқа бала келді да дым етті. Жаңағылар қайталап айта бер, кеттік. Ал мына баланың көзіне ақ қойып кеттің. Басқа бала келді, мен итеріп кейін қолым тиіп кетті. Қолдарың осы бір кезде қышып тұра береді екен, ә? О, әдем, ойнап бұл. Молодец. Мектептегі болып қалған жағдайларды айта беремін. Сабаққа дайындалмай екі алып келесің. Түнде жүрегесің. Сабаққа алып келмей 5-2 алып келіпсің ғой? Адам болмайды десең. 5 сабақтан 2 алып келіпсің. Мамам маған ұрсып жатыр, не қадағаламайсыңдар деп. Мен болайын апай. Сен барасың. Саламатсыздар ма, не болып отыр өзі деп кіріп барсың. Саламатсыздар ма? Неге шақырдыңыздар? Мынау балаңыз сіздің бұзық. Ілияс, сен де сөйлей бер. Мен болған жоқ. Мама өзі апай айта береді. Мен келіп жүрмін, бәрі дұрыс, өзімен өзі ұрса береді маған деп. Сондай нәрсені көп айта бер, мақұл ма? Кеттік тамам. Сен не өлдірдің? Мама, апай өтірік айтып аудап жатыр. Басқа бауыр типіп тастады. Айнаны істемін. Апай, не бүлдіріп қойдың? Ол екі баланың көзін үйетті. Бір терезені сындырды уже. Біреудің баласының ақшасын ұрлапты. Бір күнде 2-5 апты. Давай. Айтып тұр ма, өтірік айтып тұрсыз деп? Ол өзі өтірік айтып тұр ғой, біз камерадан ашып көрдік қой. Кәм шынында айтшы. Апай, басқа балалар ұрады балам. Басқа балалар. Сен істемедің ба сонда? Жоқ. Не онда жау жасап аласыз болған? Біз камерадан көрдік қой. Ол өзі айтып тұр ма, кінәм жоқ деп. Сонда баланы өйстіп позор ететін үшін шақырасыздар ма? Жоқ, бізде камерада барлығы түсіріліп тұр, дауыс естіліп тұр, барлығын көріп отырмыз ғой. Маған ол камера қызықтырмайды екен, мен балам всегда прав. Қарап мән бермейміз, мақұл ма? Түсінікті ғой, сендер ертең біз нерде 5-ақ адамбыз, ертең 500 адам алдында выступать етесіңдер, өнер көрсетесіңдер. Хорошо? Ешкімге мән бермей, главный мен көріп отырмын сендер. Түсіндік қой? Кет, осы оқиғаны жалғастыра береміз, кет. Тағы да не қыламыз, қыздар, развитие қыламыз, қосамыз. Ұрыс қыламыз, бәлеқор қыламыз, андай қыламыз, дандай қыламыз айтыр. Қазір завуч директор кіріп қалады. Сол кезде қалай ойнатасыңдар, кет. Соны жалғастырамыз. Баланың өзі айтып тұр ғой, кінәлі емес. Ілияс, жаппа, көркем сәл былай тұр. Жақын тұршы баланың. Бала өтірік айтпайтын жақ. Бізде камера тұр, барлығын көрсете аламыз сізге. Камера деп қоймай қойдыңыз ғой. Күлмеймін. Қыздар, күлмейміз, болмайды. Айта бер, ойдан шығара берсек, мен ограничен қойған жоқпын. Бүлдірген жоқпын, басқа балалар бүлдір. Сабағы қалай бұл? Сабағы 2. Айтып жүр ғой, оқып жүрмін деп. Саламатсыздар ма? Не болып жатыр мына жерде? Ажаны тұршы, Назым, ажаны бізге көрінетін не? Иә, кәдімгі директоршы. Не болып жатыр мына жерде? Мынау бала бұзық 2. Тағы рет бар. Білесіз ба, апай, сіздің балаңыз қандай бұзық бар? Уже мына жерімізде тұр. 10 рет келеді, 10 рет айтамыз, көнбейді. Балаңызды сәл қолға алсаңыз болады ғой, тәрбиелесеңізші сәл балаңызды. Менің балам онсыз да тәрбиелі. Облыстағы нәрсеміз қалып, енді балалардың тәрбиесін қол алмайтын шығармыз, сәл балдарыңызға қараңыздар. Мұғалім бар, сабағын, барлығын қадағалап жатыр. Сәл балаңызға қарасаңыз, жақсы оқып кетеді. Демеп жеріңіз сәл. Келіп алып, бәле шығармаңыздар. Өтініш сізден. Ата-аналар тарапынан балаға сәл қадағаласаңыздар, мұғалімге сөз келмесінші. Олар бәрін... Ей! Күлмейміз. Сен неңді ұмытпаса характерің. Сен характерің бәлеқор. Бұл бәлеқор деген... Сен айтып жатыр. Образың сондай.
бәрібір дес бермейсің да, сенікі не прав екенін алдыңа әкеліп тұрса да, ондай адамдар көп қазір бәлеқорлар ше. Сондай адамсың ғой сен. Как сөз түсіне салатын, болды апай дей салатын адам емессің да. Мен саған әдейі сондай рөл беріп жатырмын. Түсіндің ғой? Бәрі сіздер дұрыс емес, бұл баланың аты, бала анау мынау деп өтірік айтып шығып сытылып кетіп қаласыңдар. Сен де, Іңкәр, сен де, Ілияс, сен де бір сөйлей берсеңдер болады. Директор ағай, ол апай өтірік жала жауып отыр. Мен өткенде бір бала ұрды, соның қолым тиіп кеткеннен соны айтып отыр деп. Сөйлей берсеңдер, бұл жерде сөз керек балдар. Үндемей тұрып қалмаймыз. Ол любой адам үндемей тұрады. Кішкентай баланы әкелсем де, ол да үндемей тұра береді. Сонда одан айырмашылықтары не? Сендер актерсыңдар ғой, сөйлеп тұру керексіңдер мына жерде. Ойнату керексіңдер. Рөлден шықпау керексіңдер. Біз апай екеуміз сендер қарап отырып па? Біз сен қалуымыз керек қой. Ақман, жаман деп отқан жоқпын, бірақ аз кішкене жеткіліксіз болып отыр, не хватает болып отыр. Кішкене қосып ойнатсаңдаршы балдар. Мен шектеу қойған жоқпын, айта бер деп жатырмын, айта беріңдер. Бәле шығар, ұрыс шығар, айт, ананы айт, мынаны айт. Мысалы қазір Назым көп сөйлеп отыр, ұнап отыр. Кәдімгідей бұл мысалы. Сеніп келе жатыр ек. Иә. Сен де бәлеқорлық. Жоқ, сіз не? Сіз директорсыз ба өзі? Кішкентай бала сөйтіп сөйлей ме екен? Жай айтса да түсінеді ғой, сонша тұрғызып қойып деп бір бәле айта бер да. Жоқ, бұл мұғалім мектептің тәртібі сол. Баяғыда біз өйтіп тәрбиелеген ешкім өліп қалған жоқ. Қойыңыз ондай нәрсені. Біз ұстаз болу керек, сіз өйтіп не деп өзім жазылатын. Сөйтіп айта берсеңдерші. Ақымақ, білесіңдер ғой қыздар. Бір Абылайхан ойнатып отқан жоқпын ғой қазірге ше, өздерің күнде көріп жүрген мектептегі нәрселерің ғой. Давайте кеттік жақсылап. Жалғастыр. Сіздердің айтқандарыңыз бәрібір дұрыс емес. Баланың өзі айтып тұр ғой шындығын. Бала алдауы мүмкін. Біз алдамайды, бала ешқашан алдамайды. О, қызық болады. Апай қойыңызшы өтініш. Қоя алмайды екенмін. Біздің менің балам балам 10 рет келеді апай. Бізбен сөз таластырмайды ғой. Бізбен сөз таластырсаңыздар, камера Сіз директорсыз ба? Кімсіз өзі? Баланың тура алдына келіп позорить етіп отырсыз ғой. Мен директор болсам да, мұғалім болсам да Қызықтырмайды екен мені. Бала болғаннан кейін бұзықтық жасайды. Осыны бетіне баса беру керек. Ата-ана тарапынан балаға білім беру сізге. Мен онсыз да білім беріп жүрмін. Вот сіздер мұғалімдеріңіз баланы құртады өйстіп позорын шашып бүкіл класстың алдында. Онда неліктен сен Ілияс терезені сындырасың? Айт шындығыңды. Мен емес, апай. Әні айтып тұр. Мен емеспін деп бәрі айта алады. Неге онда бағана баланың көзін көгертесің? Басқа боласың. Сен істеген жақсы мен қақтан білем. Мен беремін да Камерадан көріңіз может десе. бұл емес шығар. Айта бер, айта бер. Мен камерадан бәрін көріп тұрғаннан кейін сіздің алдыңызға келіп Біз тұрмын. көрмедік. Камерамен қызықтырмайды екен. Мектепке жала жаба берулеріңізді қойыңыздар. Қоямыз. Өздеріңіздің қателеріңізді түсініп барып бізге сөйлеңіздер. Біздің қатеміз жоқ бұл жерде. Біз тіпті ата-аналар бере алмаған білім тәрбиенің барлығын балаңызға беріп отырмыз. Сәл де болсын Осындай тәрбиелеріңіздер балдарыңызға. осылай тәрбиелеріңіз болса позорын шашасыздар ма осы баланың самооценкасын құртып отырсыздар ғой? Күніге сабаққа дайындалмай келеді. Менің алдыма 10 рет келеді. Может сіздер дұрыс үйретпейтін шығарсыздар. Үйретіп жүрсіз бе апай? Иә. Қаншалықты үйретіп жүрсіз? Айтсаңызшы үндемей. Біз сыныпта отырмаймыз. Біз сыныпта отырмаймыз. Бұған қалай сабақ беретіндеріңізді көрмейміз. Иә? Расымен, сіздер может сабақ бермей телефонда отыратын шығарсыздар. Басқа нәрсеге Сенбесеңіз баламжан сұраңыз. Сіз қоя тұрыңызшы, мен де ата-ана ретінде Өз қателігіңізді түсініңіз апай, кешіріңіз, бірақ сіз де ата-ана ретінде өз қателігіңізді түсініңіз. Менің қатем бұл жерде жоқ. Балаңызға Ол қатем барлығы мына сіздерде. Біз не істеп қойыппыз сонша? Сіздің балаңыздың терезе сындырғанда біз кінәліміз ба? Сабаққа екі алып келетініне біз кінәліміз ба? Ол Біз сабаққа мектеп алып келетін сіздердің мұғалімдеріңіз кінәлі. Біз мектеп Может, олар сабақ үйретпейтін шығар. Вообще сіздер сабақ үйретпейсіздер бұған. Біз мектеп тарапынан білім береміз. Бізге тіл тигізуді қойыңыз. Тіл тигізуді қойып, мен тіл тигізіп жатқан жоқпын мысалы. Біріншіден мен тіл тигізіп жатқан жоқпын. Екіншіден сіз мұғалімдеріңіз айтсаңызшы, бұл балаларға берілмейді балаларға. Біз барлығын дұрыс үйретеміз. Мен Бала жеке болған соң, бала кішкентай әлі болған соң төбелесіп қалуы да мүмкін. Бұл бала. Сіздер осыны үлкен болып алып, келіп алып ұрсып отырсыздар позорын шашып. Может, ол кейін комплекс болып кететін шығар. мектепке кішкентай баладан басталады. Тыңдаңыз. Мен сізді қазір осының кесірінен көптеген жағдайлар болып жатыр. Балалар өздерін жеп көріп кетеді. Осындай балалардың кесірінен біз мектепке тіл тиеді. Кішкене түсініңіз. Мектебіңізді қорғай бермеңіз, мектебіңізді қорғай бермеңіз. Оны сізде балаңызды қорғай бермеңіз. Бұл бала, мектебіңіз жай мектеп, бұл бала тірі. Сіздің мектебіңізге білім мен тәрбие беретін біздің мектеп, түсіндіңіз бе? Тәрбие беріп жатқан жоқсыздар сіздер. Тәрбие беретін болсаңыздар, бұл бала қазір жақсы оқып сабағын мықты. Онда балаңыз жаман балаларға қосылмасын. Жаман балаларға қосылып жатқан жоқ, бұл сіздердің тәрбиелеріңіз.
олардың ортасын анықтаңыз, қандай баламен араласатынын біліңіз. таза Мен өзім жеке директор ретінде әрбір сабаққа кіріп қадағалаймын. сіз директор ретінде осы мұғалімдерге қадағалап алыңыз, мектебіңізді дұрыстап алыңыз. Осы мұғалімдер көріс бітіреміз біз бір бәле. Жоқ, университет бірақ бітіреміз. Кетіп қаласың білмеймін. соңғы сөзім, өзіңіздің мұғалімдеріңізді реттеп жүріңіз, балалардың позорын шашпай. Мен ештеңе дей алмаймын. Осындай сана сапайлардың кезінде. Жарайды, жалғастыра беріңіз. Сау болыңыз.